Қарақшылық қарқын алуда. Елімізде төтенше жағдай жарияланып, карантин енгізілгелі бері қала тұрғындары саяжайларына бара алмай қалған. Дәл осы сәтте оңай ақшаны көздегендер өздерін еркін сезініп, саяжайшылар қоғамындағы темір терсекпен қолдарына іліккен дүниенің бәрін жымқырған. Жеке мүлкінің қолды болғанына наразылық танытқан тұрғындар өз мәселелерін қалай шешуге ниетті? Біздің түсірім тобымыз біліп қайтты. Любовь күзден бері Үштөбе жолында орналасқан саяжайына бармаған. Ол карантин жағдайына қаладан шыға алмайды. Ал саяжайларда ұрлық алғандығы турасында көршісі хабардар еткен. Өзінің саяжайының тоналғандығын көрген тұрғын жылап жібере жаздаған. Открыта, решетка сломана. Есік ашық, темірлер жұлынған. Ел үйінен шыға алмай жатқанда олар келіп тонап кетеді. Мен кредит алып сатып алған саяжайым еді. Оларды қалай ешкім байқамайды. Маған айыппұл салады көшеге шықсам. Олар көліктермен қыдырып жүреді. Терезе торы аяусыз жұлынған, есігі ашылып қалған, ал саяжайдағы алуға келетін дүниелердің барлығы жүк көлігіне тиеліп, ұрылар тасып алып кеткен. Ключи взяла, то вот. Чего они хотели здесь? Смотрите. Любовь үшін бүгінгі күн жағымсыз жайттарға толы болды. Үйді аяусыз тонағандар тіпті тоңазытқыштың моторына дейін өптеп кеткен. Карантин уақытында ұрылардың саяжайларға түсу әрекеттері көбейген. Тұрғындар өз иеліктеріне 15 сәуірден бастап барамыз деп үміттенген. Дегенмен 18 сәуірде аймағымыздағы карантиндік режим күшейтіліп, жүру қызметі шектелген. Біздің халқымыз және де жаңағы дачада айналысатын жұмыс істейтін адамдар осыған түсініспеушілікпен қарау керек. Өздеріңіз білетіндей, группа рискада бізде қария адамдар. Көбінесе жаңағы дачный массивта бізде қария адамдар жұмыс істейді. Но өздеріңіз білетіндей, қазіргі кезде дачный массивтарда көбінесе ұрлықтар пайда болып отыр. Сол мәселе бойынша біз өз тарапымыздан, қоғамдық кеңестің атынан, біз жаңағы полиция басқармасына өзіміздің өтінішімізді жібердік. Ермек Әбілдин қоғамдық кеңесті мүшесі ретінде бұл мәселелердің орын алғандығын білген. Мәселені алғашқылардың бірі болып көтерген ол, саяжай тезірек ашылғандығын тілейді. Кеше белгілі болғандай, әкімдікте карантиндік аймақ саналған қалалардың әкімдерімен Қарағанды облысы әкімінің қатысуымен селекторлы жиналыс орын алған. Өзекті мәселелер тыңдалып, шешім ертең айтылатындығы сөз болған. Осы шаралардан соң тұрғындар мамыр айында өз саяжайларына қайта бара алады. Айдын Тонтайтегі, Наталья Зайц, 5-ші арна.